Жаңа жылдан кейін қарлы боран мен суық толқын туралы ескертулер жарияланды. Бірақ кенеттен мұз дәуірі басталды. Ал менің құрбым екеуміз қайта тіріліп, жылы дейденді бар виллада тығылып отырмыз. Бұрынғы жігітімнің өз жазасын алып жатқанын бақылап отырмыз. Телефон экраны жанып, ауа райы болжамы өткен өмірдегі дәл уақытында келді. Жаңа жылдан кейін тым қатты суық болып, температура тарихи ең төменгі деңгейге жетуі мүмкін. Есімде, өткен өмірінде Мабуфен жаңа жылға өзінің немере қарындасы Люцияны виллаға алып келген еді. Мабуфен азық-түлік жетпей қалады деп алаңдап, мені сыртқа тамақ іздеуге жіберді. Көп ұзамай мені қар басып қалды. Бақытыма орай, аспан мені аяп, дүниенің ақырына қайта тірілуге мүмкіндік берді. Кішкентай Хуа, не ойлап отырсың? Мауфаның дауысы диван жақтан естілді. Ол басын көтерместен ойнап отыр. Кешке хот-пот жегім келді, барып азық-түлік алып кел. Мен оған қарадым. Бұл сөзді мен ондаған жылдар бойы сүйіп келдім. Біз бала кезінде бірге өскенбіз. Ол мені өмірдегі жалғыз жарық деп атайтын. Ал ол менің үйімде өмір сүреді. Жарайды, барып келемін. Көліктің кілтін алып сыртқа шықтым, бірақ дүкенге бармадым. Өзен жағасына барып, аты жоқ саусағымнан неге сақасын шешіп, оны суға лақтырмақ болдым. Гауһар тас көше шамының жарығынан шағылысып тұр. Жарайды, оны кейін сатып жіберген дұрыс шығар. Қазір мен ең алдымен азық-түлік қорын жинауым керек. Бақытыма қарай банктік картамда әлде жинақ бар. Түнгі сағат 3. Мен қаланың шетіндегі вилланың алдында жүрмін. 3 қабатты үй, ауласы кең, орнында оңаша, керемет. Бастапқы бұл вилла Мабуфенға жаңа жылға арналған тосынсый болатын. Енді ғана ғашық ақымақ болудың қаншалықты қауіпті екенін түсіндім. Келесі күні мен қабырғаларды қалыңдату, оқ өтпейтін әйнектерді орнату, тәуелсіз электрларды жасау, су құбырын жаңартуды ойластырдым. Паналы орын жасағым келді. Содан кейін үлкен қоймақ супермаркетке бардым. Сяохуа, бұл жүрмесен бе? Ол жүгіріп келіп университеттегі мені құшақтай болды. Менің ең жақын құрбым. Өткен өмірімде құрбым әрқашан Мауфунға қарсы болғандықтан біз ұзақ уақыт араласпай кеттік. Өткен өмірімде суық толқын келгеннен кейін 3-ші күні ол мені іздеп жүріп үсіп қайтыс болды. Ең қатты өкінетінім Хой-Хойден кешірім сұрай алмағаным. Хой, деді мен. Неге сонша көп зат алып жатсың? Ол менің арабамдағы консервілер мен қаптаған печеньелерді сауындай үйіндісіне қарап көзін кең ашты. Сен де супермаркет ашқалы жатсың ба? Мен терең дем алдым. Хой, сен маған сенесің бе? Сосын басын изеді. Қазір айтатынды сен ессіздік деп ойлауы мүмкін. Мен оны тұраққа апарып, бәрін айтып бердім. Қайта түрлімді, сұмдық суықты Мабуфенің не істегенін. Ол тыныш тыңдады, күлген жоқ, күмәнданған жоқ. Ақшаң жетеді ме? Менде азап бар. Бірге қор жинайық. Мен қатты толқып кеттім де ұзақ түсіндірдім. Бізге кем дегенде 2 айға жететін тамақ пен су керек. Есік терезелерді нығайту, генератор салу, барлық жылы киімдерді дайындауымыз керек. Жаңа жыл қарсаңында кешкі сағат 5-ке дейін міндетті түрде дайындалуымыз керек. Күтім құралдары мен дәрі-дәрмектерге дейін. Барлығы бір қабырға толатын етіп жиналды. Келесі бірнеше күн бойы біз құрбым екеуміз үйде тауарларды қабылдап отырдық. Көп ұзамай вилланың жертөлесі, гаражы және тіпті қонақ бөлмесі де азық-түлікпен керек-жараққа толып кетті. Бір апта өткен соң ғана Мабуфен хабарласты. Кішкентай Хуа, саған не болды? Бірнеше күн өтті. Қайда жоғалып кеттің? Мен қазір сауда орталығындамын. Бір спорттық көлік ұнап қалды. Тезірек келіп, ақысын төлеп бер. Телефоннан Мабуфеннің өзіне сенімділігі таусылды. Мен вилланың балконына қарап тұрып сабырмен жауап бердім. Мабуфен, мен саған оны не үшін сатып алып беруім керек? Арғы жақта ол бір сәтке үнсіз қалды. Содан кейін ашуы да шыдамсыз дауыспай қалды. Кішкентай Хуа, сен айтқың келіп тұр. Біз жақында үйленеміз ғой. Менікі сенікі, сенікі менікі. Таңдаған көлігім онша қымбат емес. Саған бұл қиын ба? Мен суық мысқылмен күліп жібердім. Өткен өмірде оның бізге заттың бәрі ортақ деп айтқанының бәрі бос сөз болып шықты. Тіпті неге сақинасын менің ақшам алған. Біз үйленбейміз. Оның сөзін соңына дейін тыңдамай-ақ мен бірнеше жасадым. Сосын оның номерін блокқа жібердім. Артыма бұрылсам, Хой бір құшақ зат көтеріп келіп жатыр екен. Бұл мен Мабуфенің бірге түскен барлық суреттеріміздер ғой. Хой заттарды есіктің жанындағы қоқыс жәшігіне лақтырып, алақанын қағып қойды. Мұндай нәрселер тек орын алады, әрі ашуландырады. Мен оған жақындап құшақтадым. Мұрным ашып кеткендей болды. Хой, саған рахмет, деп жағын айттым. Маған неге сонша сыпайы боласың? Деді ол арқамнан қағып. Сосын мені қонақ бөлмеге каминнің жанына отырғызды. Қарашы, қазір форумда бәрі суық толқын туралы ескертулерді талқылап жатыр. Біреулер бұл 1000 жылда бір болатын қатты аяз дейді, ал біреулер бұл жай ғана кәдімгі суық деп ойлайды. Мен жақындап қарадым. Форумда көптеген адамдардың көздерінде қор жинай бастапты. Біреулер сатып алған күріш, ұн, жарма, майдың суретін салып жатыр. Ал енді біреулер генераторларды қайдан алатынын сұрап жатыр. Мен телефонымды алып, бұрын жасаған тізімдерді қарап шықтым. Әлі йотофор, дәке және қызу түсіретін дәрілер керек.
Мен жеткізушімен байланысып, тағы бір партия жіберуін сұраймын. Барлығы толық болсын. Осы сәтте мен қара тізімге қосылған Мавуфуан белгісіз нөмірін қоңырау шалды. Сәхуа, сен мені қара тізімге қосуға қалай батылың жетті? Нақұрса кел. Мен болмасам, сен баяғыда балалар үйінде ақшаны өлер едің. Тез арада мені қара тізімнен алып тастап, келіп ақысын төле. Мен оның айқайын сабырмен тыңдап, суық үнмен жауап бердім. Менің саған осы жылдар бойы қалай қарағанымды білесің ғой. Осыны айтқан бойда бірден тұтқаны қойып, белгісіз нөмірді қара тізімге тықтым. Терезенің сыртында аспан біртіндеп қараңғыға басады. Кешті қоюлана түсті. 2,5-да велодағы еден жылу жүйесі 26 градус жайлы температураға қойылған. Бұл қой-қойдың асүйдегі глитвейнді айналып жатқан еді. Мен қонақ бөлмедегі панорамалық терезенің алдында тұрып, жуырда ғана ашық болған аспанның көз алдында қарауытып баратқанын бақылап тұрмын. Глитвейндайын. Қой, 2 бокал алып шықты. Алма, апельсин мен даршыны қос ішсе сезім сыйлайтын. Басталатын сияқты. Әуелде сирек түскен қар ұлпалары бір сәтте қалыңдай түсті. Терезеге соғылып майысып тұрғандай алыстағы ағаштар қатты шайқалып бұтақтардың сынған дыбыстары естіліп жатыр. Өткен өмірімде дәл осы уақытта қатты суық ешқандай ескертусіз бүкіл қаланы басып алған еді. Сол кезде мен әлі жаңа жыл кешіне және Мавуфуанға арнап тамақ дайындап жатқанмын. Кенеттен қатты суықтан тоңып қалдым. Қой бокалын қойып, есіктің қылтаулы екеніне көз жеткізіп, терезелерді тексерді. Барлығы жабық. Генерация жүйесі де қалыпты. Жарық өшсе де бәрібір қалыпты электрмен жабдықтауға болады. Ол осыны айтып үлгергенде қонақ бөлмедегі жарық кенет бір жыпылықтап өшті. Бірақ телефон экрандары сигнал көрсеткіштері тез төмендей бастады. Толық деңгеймен 2 сызыққа, одан 1 сызыққа, сосын мүлдем жоғалып кетті. Электр жабдықтау жүйесі істен шыға бастады. Мен вилланың айналасында бағалау камераларын, көшеде адамдар үсті басын қамтап, үрейленіп үйлеріне қарай жүгіріп жатты. Бірнеше көлік жол жиегінде тоқтап қалды. Капот астында ақ бу шығып тұр. Кенет келген суықтан қозғалтқыштың істен шыққаны анық. Жылу ерекше қымбат сезілді. Ол тортты үстелдің үстіне қойып, бір термен кесіп маған ұсынды. Сырттағыны ойлама, біз өзімізге қамқор болуымыз керек. Мына тортты байқап көр. Арнайы сатушыдан дүриян жұмсағын көбірек қосуды сұрадым. Қою әрі қош иісті ыстық жіліктемен бірге ол сәтте ақырзаман туралы, қалған соңғы алаңдаушылық туралы ойымнан кетті. Дәл сол сәтте журнал үстіндегі жатқан қозғалқы телефон кенет дірілдей бастады. Бұл біз жеткізушілер байланыс үшін арнайы қалдырған вишет. Хабарлама материал жеткізушілерден келді. Сехуа, қала орталығында суық шыдай алмай жатқан адамдар бар. Мен дүкенді жауып жығылмақшымын. Саған амандық тілеймін. Мен жауап бердім. Рахмет, саған да амандық тілеймін. Хабарлама сәтті жіберілгеннен кейін спутник телефон сигналы толық жоғалып кетті. Мен жөтелеге түсіп, қорларды тексеруге бардым. Бәрі өз орнында. Шай диванда отырып, компьютерден алдын ала жүктелген фильмдерді қосып отыр. Тезірек жарты сағаттан кейін жаңа жыл болады. Кел, торттан қалған бөлігін жейік. Бір бөтелке шампаннан ашайық та, өткен өмірдегі өзімізге құрмет көрсетіп тойлайық. Кенет кіреберіс аумақтан дабыл дауысы естілді. Үй ішінде тыныштық бұзды. Монитор экраны автомат түрде жанып, бейнедегі темір қақпаны ашумен қарап жатқан 2 таныс адамды көрдік. Бұл Мавуфуан мен Люшиян еді. Хуа, есікті аш. Мен сенің ішінде екенді білемін. Мавуфуанның дауысы домофон жүйесі арқылы естіліп, өзімізге бірге өткір суық пен жасырынбай тұрған үрейді естілді. Тез есікті аш, жылдам. Сыртта қатып өлуге қалдық. Бар болғанды бірнеше сағат өтті, алсын жете алмай жүрсің. Мен сіз қалдым. Тек монитор экранында жеңіл ғана қол тигізіп домофон дауысын естідім. Мавуфуан, мен саған есікті не үшін ашуым керек? Біз бала күннен бірге өстік. Сен бізді олай өлтіруге тастамайсың. Біз жуан екеуміз қатып қалдық. Егер сыртта қалсақ өлеміз. Жуанның әлсіз дауысы жалынды. Сухо, өтінемін, есікті ашшы. Мен қателестім, дұрыс емес жасадым. Мавуфуанмен бірге келуім керек еді. Саған қиындық тудырмау үшін. Өтінемін, мейірімділік көрсетіп, бізді жылы ортаға кіргізші. Мавуфуан, сен мені велодан қуып, -10 градуста қатып қалуға қалдырғанда мейірімділікпен ойламадың ба? Сен менің ақшамды сақинамен кроссовкаға жұмсадың, кейін бәрін Явинваға беріп жібердің. Ал неге сол кезде мейірімділік танытпадың? Яны, ренішіме қарсы шықты. Бұл бәрі түсінбестік. Мен де бәрін біздің игілігіміз үшін жасадым. Одан бөлек бұл құнды нәрсе. Мен 2 жыл бойы айлығымды жинадым. Сол кезде айлық ақшаңды осы 2 жыл бойы әр ай сайын неге жұмсадың? Сонымен қатар осы особнякты мен өз жинақтарыммен сатып алдым. Және бұл саған еш қатысы жоқ. Бұл сөздің Мавуфуанның ең сезімтал жеріне тиген сияқты. Кішкене Хуа, сен жүрексіз, әлсіз әйелсің. Сенде тек азап ақша бар. Соған не болды? Егер бүгін есікті ашпасаң, мен оны қақпағын бұзамын.
Осыны айтқан соң ол жолдан қатып қалғандай тасты көтеріп виллаға қарай лақтырды. Дегенмен бір дыбыстан басқа ештеңе болған жоқ. Оны көрген Лешуан шыдай алмай ашуға булынып кетті. Мауан, бәрі сенің кесірің. Егер сен болмасаң, біз шығып кетпейтін едік, вилланы басып алмайтын едік. Бәлкім әлде жалға алған пәтерде жасырын отырып құтыла алар ма едік. Мауфан оның айқайынан ашуланып Лешуанды итеріп жіберді. Егер сен күнде мені айдап, Теуханның ақшасы менікі деп айтпасаң, мен осындай болар ма едім? Сен де артық емессің. Олар бір-бірін итеріп төбелесе бастады. Хой екеуінің осы драманы қарап маған жақындады. Шынайы зұлым жұп. Тіпті қазір де кінәлі, бір-бірін аударып жатыр. Оларға уақыт бөлудің қажет жоқ. Мен диванға қайта бұрылып, бокалды алып Хоймен тост жасадым. Олардың ақыры олардың өз таңдауы. Терезенің сыртында жел де үдеп, қар қатты жауып бастады. Жаңашылға тек 10 минут қалды. Біз Хой диванға сүйеніп бокалдарымызды түсірдік. Көзімізде бірде-бір өкініш жоқ. Тек осы жаңа жылымызда жаңа баспанамызды сабырлы қарсы алу қалды.